қазір енді көбісінікі тек қана мынау не емес, сауда емес, айлықпен отқандар көп. Сол себепті мысалға жаңағы автобуспен жүріп бастай ма, жоқ әлде күніге ай сайын салып қоя ма ақша, не болмаса қандай түрлері бар мысалға ақша жинаудың, соны айтып өтсеңіз, мүмкін жастарымыз да ойланып, жаңағы күнде түнде қыдыруды азайтып, мүмкін оларда бір нәпақасынан бөліп, сөйтіп мүмкін оларда ұялып кетер. Осы сіздің сөзіңізді тыңдағаннан кейін, үй алам деп жүргендер, ол міндетті түрде ол соны жасап көру керек деп ойлаймын. Негізі үй алам десеңіздер, сіздер міндетті түрде өзіңіздің тауып жатқан табысыңыздан 10%-ын жинап отыру керексіздер. Бұл аз дегенде. Егер де одан да көп жинайтын болсаңыздар, онда барынша крупный адам өзіне план қою керек. Мысалы, мен 6 айда первоначальный взнос жинай, немесе 1 жылда, немесе 2 жылда осы ақшаны жинап үй алуым керек. Одан кейін жастардың көбінесе қазір тамақ жасамайды үйде, клиниковый компания шақыртады.